Косметологияда пайдаланылатын ең тиімді майлардың бірі ол камфор майы. Бұл үй жағдайында бет терісін жасарту үшін және безеуді емдеу үшін кеңінен қолданылады. Майлы және проблемалы тері үшін бұл нағыз таптырмас өнім болып табылады. Камфор майы тері тегісін бітемейді, жеткілікті жеңіл, терінің күйіне оң әсер етеді және артық майды кетіреді. Сонымен камфор майының бет терісіне қандай тағы да басқа пайдалы әсерлері бар, сонымен танысайық. Ең бірінші, камфор майы бет терісін тегістей отырып, әжімдерді кетіріп, бет әлпетін жасартады. Келесі, камфор майы бет терісінің эпидермисінің қалпына келуін тездетеді. Келесі, камфор майының бет терісіне пайдалы қасиеті ол қабынуды жеңілдетеді, жаралар мен тыртықтарды емдейді. Келесі, камфор майы бет терісіне өте қажетті өнім, коллаген өндірісін арттырады. Келесі, камфор майының пайдалы қасиеті ол бет терісіндегі май өндірісін азайтып, артық майды кетіреді. Келесі, камфор майы бет терісін нәрлендіреді және бет терісін қалпына келтіреді. Камфор майының келесі бір қасиеті ол бет тонын теңестіреді. Келесі, камфор майының керемет әсері ол бет терісінің қабынуын алдын алып, безеулерді азайтады. Камфор майы таза күйінде қолданылмайды. Өнімді маскаларға қосып, басқа да кремдермен араластыру керек. Бұл май майлы және проблемалы бет терісіне керемет тоник жасайды. Яғни камфор майын кез келген маскаға қосып, бет терісіне пайдалана берсеңіз болады. Сондай маскалардың бірі жұмыртқаның сарысына камфор майы қосылған нәрлендіргіш маска. Бұл маска бет терісін жұмсартып, нәрлендіру үшін қарапайым маска болып табылады. Бұл маскаға небәрі 2 қоспа қажет. Ол үшін жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық камфор майын қосып, жақсылап араластырып алып, бет терісіне жағу қажет. Жұмыртқаның сарысы бетіңізде кеуіп кеткенше күтіп, одан кейін бетіңізді жақсылап жуып тастайсыз. Келесі масканың бірі алоэ мен камфор майынан жасалған жасартатын маска. Бұл маска бет терісін өте жақсы жасартады. Бет терісін тегістейді, сонымен қатар ылғалдандырады. Ол үшін 1 ас қасық камфор майы мен алоэ гелін араластыру қажет. Ол үшін өсімдіктен алынған табиғи гельді немесе дайын алоэ гелін пайдалансаңыз да болады. Камфор майының бет терісіне күшті пайдалы әсерлері болғанымен, оны пайдалануға болмайтын жағдайлар бар. Олар 6 жасқа дейінгі балалар үшін, жүктілік кезінде және емізу кезінде қолдануға болмайды. Ал қалған барлық бет терісін жасартқысы келетін, әжімдерден құтылғысы келетін барлық қыз-келіншектер үшін бұл өнім таптырмас өнім болып табылады. Осындай бет терісіне керемет пайдасы көп камфор майын кез келген аптекадан таба аласыздар. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.